Рас, мысалға менің ойымша кезінде жазылған көптеген әрине шынайы тың деректерге негізделген тарихымыз жазылды. Бірақ оның барлығы кеңестік идеологияның ауқымынан, соның шеңберінен шыға алмады. Ал енді қазіргі тәуелсіздікті алғаннан кейінгі уақыттарда міне тарихымыздың беттері қайта қаралып жатыр. Ақтаңдақ беттері әлі де көп. Мұрағат қорларында әлі де зерттелмей жатқан көптеген құнды құжаттар бар, мысалға. Енді тарих шынайы болу үшін ол бір дерекке негізделу керек. Дерекке негізделмеген тарихтың шынайылығы да ол күмәнді. Сондықтан осы жерде мына жастарымыздың да, осы қауымдастыққа кірген жастар тек жай ғана ол қауымдастыққа кіріп, мүше болып жұмыс жасамау керек. Олар ең басты мақсат ғылыми зерттеу ісіне бейімделу. Мектепте қазір тарих қалай сабақ оқытылып жатыр? Қандай мәселелер бар? Немен келіспейсіңдер? Мектепте төл тарихымыз тиянақты түрде оқытылу үшін бірінші сапалы да білімді маман керек, екіншіден оған кең ауқымда уақыт керек. Қазіргі уақыттарда мектепте шектеп тастаған. Мына тесттік жүйе қазақ тарихын дұрыстап оқытуға, жалпы тарих пәнін оқытуға мүмкіндік бермейді, сырылып қалған. Өйткені себебі тестті тек жаттаумен ғана жүреді. Бұрынғы уақыттарда тарих кең көлемде, ауқымды түрде түсіндіріледі мінекей. Ол жерде бала оны ұғынып, түсініп оқығаннан кейін оның ой өрісі оянады. Баланың қызығушылығы артады өзінің тарихына деген. Ал қазір тек қана мынау сұрақтарға, тесттік сұрақтармен ғана жаттанды түрде. Ал оған мән бермейтін болса, оны емін-еркін түсіндіріп оқытуға уақыт шектеулі. Сол себепті ары қаратай олар көбінесе тестке баса мән беріп кетіп жатыр. Жақсы, рахмет. Жігіттер, оқулықтарды кім жазу керек? Қалай ойлайсыңдар? Ғалымдар жазу керек па? Ағаларымыз, мысалы, академиктер жазу керек па? Немесе жас ғалымдар жазу керек па? Немесе мұғалімдер жазу керек па? Жалпы оқулық жазу кезінде, мынау жалпы мектеп бағдарламасынан хабардар, өзі кезінде орта мектепте мұғалім болып қызмет істеп, жұмыс істеген адамдардың кіріскені дұрыс болады. Өйткені себебі мынау ғалымдар күрделі түрде алады. Олар мынау студентпенен оқушының айырмашылығы бар, жас ерекшелігі, олардың қабілетінің деңгейі әртүрлі. Осы мәселелер осы жерде ескерілмей жатады. Күрделі түрде кетіп ататын себептер де сол, оқулықтардың күрделі жазылатын. Өйткені себебі оқулықтар тендерден ұтылып алынады. Содан кейін барады ендігі жерде, ол жерде авторлық құрам бекітіледі. Авторлық құрамның ол мектеп бағдарламасынан хабары бар ма, жоқ па, олар алады. Тарихшы олар мамандар әрине, бірақ та оқушының қабілет деңгейін ескеруіміз керек. Қалай дайындалып жатыр қазір жоғары оқу орындарында? Бұл жалпы бұл жерде үлкен адасушылық жатыр. Мысалға тарихшы болам дейтін мамандардың қазіргі уақыттарда тарих мамандығына келіп түсіп жатқан студенттердің саны аз. Не себепті? Неге олар азайған? Өйткені себебі мектепте мынандай бір олқылық бар. Мектептер қазір қоғамдық, гуманитарлық және жаратылыстану математикалық дейтін екі бағытты бөліп алған. Кейбір мектептер мынау математикалық жаратылыстану бағытын ұстанады, кейбіреулер қоғамдық гуманитарлық бағытта. Енді математикалық жаратылыстану бағытын ұстаған мектептердің көбінесе мынау тарихты жинап қояды, сырып қояды. Өйткені себебі тарихқа келу үшін төртінші пән ретінде жалпы тарихты таңдау керек. Олар ол жерде жалпы тарихты оқытпайды. Көп жағдайда мен өзім көзіммен де көргенбіз, біз мектептерде болғанбыз. Сол кездерде мынау бағдарламаны сырып қояды да, техникалық мамандықтар болғаннан кейін көбінесе төртінші пәнді физика қылып таңдаймыз, басқа қылып таңдаймыз дейді да, сол жерде адасып мінекей. Онан кейін ол төртінші пәнді жалпы тарихты таңдамағаннан кейін ол бала кейін тестке келген кезде ол тарих мамандығына келе алмайды. Міне бұл бірінші мәселе. Екінші мынандай адасушылық болады. Жалпы келгеннен кейін бұл жерде төрт мамандықты таңдатады. Төрт жоғары оқу орнынан. Сол кезде мысалға адамда бұл жерде тесттің олқылығы. Жалпы мен өз басым тесттік жүйені жақтамаймын. Өйткені себебі бұның олқылығы көп. Бала екі ауыз сөздің басын құрап айта алмайды. Міне. Сондай бала бұрын сөйлеу шеберлігі дейтін болады баланың. Тарихшы болу үшін де мына гуманитарлық салаға бейімделу үшін адам ой өрісі кеңейген, мынау өзі сөзді құрап әдемі шебер түрде жеткізе білетіндей болу керек. Өкінішке орай қазіргі уақыттарда мынау мектепте сабақ айту емес, керісінше мынау көзбен ғана көріп, қолмен ғана белгілеп беретіндей жағдайлар көп болып жатыр. Ол кезінде бізге бір жаңадан енгізілген жүйе қызықты, мынау білім жүйесіне енгізілген керемет бір жақсы бір жаңалық ретінде енгізілген болатын. Бірақ ол өзінің кемшіліктерін де осы уақытқа дейін көрсетіп берді.
Ал енді осы жерде басты кемшілігі мынау, келгеннен кейін бала таңдап келеді. Сонан кейін 4 мамандықты қараңыз. Біреуін жоғарғы оқу орнының біреуінен таңдайды. Медицинаға таңдайды, мысалы тарих таңдаған үшін алады да біреуін медицина, біреуін техникалық, біреуін аграрный, біреуін педагогикалық сала бойынша ана жерден қарады да таңдатып жібереді. Сонда ол соның қайсысына балы түседі, конкурстан қалай өтеді, ол соған кетеді. Сонда бұл жерде адамның өзінің қалауы мен таңдауы шетте сырылып қалады. Біз баланың бәрі тарихшы болып шығу керек, тарихқа қызығушылығы арту керек дегеннен аулақ болуымыз керек. Ең бірінші орында осы мемлекетте тұрады екенбіз. Қазақ ұлтымыз ба, қазақтың тарихын танып өсуіміз керек. Біз оны кәдімгі өзіміздің мынау ұлттық міндетіміз ретінде қабылдауымыз керек. Тарих солай оқытылу керек мектепте, мінекей. Қарасаңыз. Жақсы.